достар, Некрасовтың «Материнская любовь мир во мне» кітабының артында жазылған пікірді аударып бергім келіп тұр сіздерге. Былай көріп тұрсыздар, иә. Асыра аналық махаббаттың берілу тақырыбы, иә, махаббатты сыйлау, білдіру ананың, иә, ғаламдық сипатқа ие делінген. Және де бір халықтарда бұл әлсін, яғни жеңілірек байқалса, көрінсе, басқа халықтарда ол қатты байқалады, және де ол бар, және де ол әлем бойынша көптеген мәселелерге алып келеді, мәселелерді тудырады делінген. Келесі, бұл мәселелерді айтып шыққан, яғни бұл кішкентай кішігірім отбасылық кикілжіңдер және түсініспеушіліктерден басталады, және де ажырасуларға алып келеді, балалардың өміріне алып келеді, және де көптеген әлеуметтік мәселелер мен күрделі әлеуметтік мәселелер, және де соғыстар деп осы асыра аналық махаббатты сыйлау себебі болып табылатын, басты себебі болып табылған жағдайлардың тізімі, иә, спектр деген, яғни түрлері, иә. Және жалпы айтқан кезде, енді келесі оқыңыздар дейді, ойланыңыз, өміріңізді бақылаңыз дейді. Өмірді бақылаңыз, және де сіз міндетті түрде менімен келісетін боласыз деп ойлаймын, және де осы айтылғанға көптеген растайтын жаңағы жағдайларды, сөздерді табасыз, өзіңіз табасыз дейді. Сосын бұл сіздің әлемге деген көзқарасыңызды өзгертеді, басынан астан-кестен шығарады дейді, иә, төңкереді, және де сіз ақылдырақ боласыз. Ал бастысы, сіз қарсы болмайсыз, қарсылық білдірмейсіз, және де бұл тақырыпқа шығармашылық түрде қарап, иә, өзіңіздің өміріңізді және де балаларыңыз өміріңізді жақсы қарай өзгерту көп жағынан, яғни өміріңіз жақсы жағына қарай көп қырын өзгертесіз дейді, иә. Сондықтан да осындай пікір бар. Келісесіздер ма, келіспейсіздер ма, оны өздеріңіз айтыңыздар, комментарийға пікір жазыңыздар, талқылайық. Сол қосатын пікірлеріңіз бар болса, мархабат.